أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب اتمم بالخير. Так, біздер бүгін кемені оразаның сабағының 31-ші күндеміз. Бүгінгі енді тоқтаған абзалдықтарға қатысты нида раян лимаашири сияс сауа. Келесі абзалдық бұл оразашыларды, оразашы қауымды, маашир ас-сауам, үздіксіз ораза ұстаушылардың райян жәннатына шақырылуы. Үздіксіз сауам деген сөзіміз не? Үздіксіз ораза ұстау, яғни үнемі ораза ұстаушы деген сөз. Нида райян лил маашир ас-сауам, райян жәннатына үздіксіз көп ораза ұстаушыларды шақырылуы. الجنة ثمانية أبواب. جنة 8 есік бар. فيها باب يسمى الريان. оның ішінде райян атты бір есік бар. لا يدخل إلا الصائم. ол есіктен тек қана оразашылар ғана кіре алады. عن سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعدтан رضي الله عنه өткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям إن في الجنة بابا يقال له ريان. Жәннатта бір есік бар, оның аты райян деп аталады. يدخله منه الصائمون يوم القيامة. قيامة күні ол жерден тек оразашылар ғана кіреді. لا يدخل منه أحد غيره. олардан басқа ешкім ол жерге кіре алмайды. فإذا دخلوا أغلقوا ولم يدخل منه أحد. егер де оның есігі ашылатын болса, ішіне кіргеннен кейін أغلقوا жабылады. فلم يدخل منه أحد. ол жерден ешкім кіре алмайды, басқа ешкім. وزاد الترمذي мына сөзді қосты. لم يضمن أبدا. кімде-кім сол жәннатқа кіретін болса, жәннатқа кіретін болса, ол жерде ешқандай шөлдің дәмін татпайды, шөлдемейді. وعند ابن خزيمة قال. ابن خزيمة да былай деп айтады: للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان. оразашыларға арналған жәннатта есік бар, ол есіктің аты райян деп айтылады. لا يدخل فيه منه أحد غيره. олардан басқа ол жерге ешкім кірмейді. فإذا دخل آخرهم أغلق. басқалар кіретін болса жабылады. من دخل شرب. кімде-кім ол ішіне кіретін болса, оның сусындырады. ومن شرب لم يضمن أبدا. ал кімде-кім сол жерде бір ішетін су нәрсе шөлін сусынданатын болса, ол ешқашан шөлді дейді деген сөз жазылмайды. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه келген хадисте пайғамбарымыз رسول صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтты: кімде-кім екі динар, екі дирхам, зәужейн деген сөзіміз екі дирхам, екі динар алла жолында беретін болса, ол сол жәннаттың есігіне шақырылады. Я ибадуллахи хаза хайр. Хаза хайр. Пенде, бұл жақсылық деді. Кейбір атаулар бәбіл хайр деп те атаған, қысқасы ол жәннатта бәбіл хайр деп атаған, жақсылық есігі. біреулер жақсылық есігінен кіреді. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. кімде-кім намаз оқушылардан болса, намаз оқиды, көп намаз оқушылардан болса, ол кезде бұл кісі олар намаз есігінен шақырылады. ومن كان кімде-кім من أهل الجهاد. جهاد әхілінен, алла жолында соғысып жүрген сондай адам болса, دعي من أبواب جهاد бабының есігінен шақырылады. ومن كان من أهل الصيام. кімде-кім
әхлі сиямға оразашы иесі болса, үздіксіз ораза ұстайтын кісі болса, үнемі ораза ұстайтын кісі болса, дуайя мин баби райян. Райян жәннатының есігінен шақырылады. فمن كان فمن كان أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. Кімде-кім садақа иесі болса, садақа есігіне шақырылады. Ақуал Абу Бакр радиаллаху анху. Абу Бакр былай деп айтты: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. Ей әкем мен анам сенің жолыңда құрбан болсын, ей Алланың елшісі. ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. яғни бүткіл есіктен шақырылатын болса қалай болады? Шақырылатында бар ма деп айтты. فهل يدعو أحد من تلك الأبواب كلها. яғни бүткіл есіктен шақырылуы қалай болады? яғни шақырыла ма адам? نعم وأرجو أن تكون منهم. Сені, әлбетте сені солардан болуыңды үміт етемін деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. وذكر ابن حبان былай деген риwayatта келтіреді: أن كل طاعة لها من الجنة أبواب يدعو أهلها منها إلا الصيام فإن له بابا واحدا. ابن حبان айтты: إن كل طاعة әрбір итағаттың, әрбір құлшылықтың жеке жәннаттағы есіктері бар. يدعو أهلها منها إلا الصيام. Оразашылар, сол құлшылық қылушылар сол есіктерге шақырылады деді. Тек қана ораза есігі, ораза есігі. فإن له بابا واحدا. оразаның тек қана бір ғана есігі бар деп айтты. Ол район есігі. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب. Кімде-кім Алла жолында екі дирхам, екі динар, дирхам бізде күміс ақша, динар алтын ақша, иә, соларды садақа қылатын болса жәннаттың есігіне шақырылады деді. Иә, уәлил жәннати абуаб, жәннаттың есіктері бар деді. فمن كان من أهل الصلاة. кімде-кім ораза иесі болса, ораза кімде-кім намаз иесі болса, намаз есігіне шақырылады. ومن كان من أهل الصدقة. кімде-кім садақа иелерінен болса, дуайя мин абуаб садақа, садақа иесіне шақырылады. ومن كان من أهل الجهاد. جهاد иелерінен болса, дуайя мин абуаб джихад, جهاد есігіне шақырылады. ومن كان من أهل الصيام дуайя мин баб райян. Ал кімде-кім оразашы болса, олар райян есігіне шақырылады. فقال أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من ضرورة من أيها دعية. يعني يا الله نفسه ما على أحد من ضرورة من أيها دعية فهل يدعو أحد منها كلها يا رسول الله. Yani böyle bir riskten yalan ол адамдар бір есіктен ғана шақырылуы, яғни бұл міндетті нәрсе ма деп айтты. Сонда бір есіктен емес, көптеген есіктерден кіре ала ма адам деп сұрады. Сонда не деді? Әлбетте деді. Мен сен солардың болуыңды үміт етемін деп айтты. قال أبو حاتم ضيف عسى من الله واجب وأرجو من النبي حق. Аса деген сөз, ал тағала аса деген сөзі, бұл уәжіп деген сөз мағынасында. Аржу деген пайғамбарымыздың, бұл хақ деген сөз. Аржу деп айтатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, бұл не деген сөз? Бұл хақ болады деген мағынаны білдіреді дейді. Аса деп алла тағала айтатын болса, бұл уәжіп мағынасын білдіреді. Аса роббукум айярхамкум деген сөз аяттар болса, аса роббукум айярхамкум, аса роббукум, сендердің раббыларың бәлки сендерді кешірер деген аят. Әлбетте сендерді кешіреді деген мағынаны білдіреді. Және аржу, үміт етеді деген пайғамбарымыздың сөзі, бұл хақ екендігін білдіреді. Вақала саллаллаху алейхи вассалам: фил жәннати баба.
баб يقول له ريان أعد للصائمين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде жәннатта есіктер бар дейді. يقول له ريان إن أعدت للصائمين. Ә, жәннатта бір есік бар, оның оған райян деп атайды. Ол оразашыларға арналған деді, дайындалған. Басқалар кіретін болса, есігі жабылады деп еді. إن في الجنة بابا قال إن في الجنة بابا деген сөзге келетін болсақ, жәннатта бір есік бар деген сөзге. قال الزين ابن منير إنما قال في الجنة ولم يقل جني جني деп айтты, жәннат деп айтқан жоқ. ولم يقل للجنة ليعشر بأن في الباب المذكور من النعيم وراحة ما في الجنة فيكون أبلغ من تشوق إليه. бұл жерде жәннатин лил жәннатин де, бұл жердегі лил жәннатин бар, әл жәннатин деген сөз бар. Әл жәннатин деген сөзді қолдануының себебі, әл жәннатин сөздің қолдануы ләмсіз. Лил жәннати, лил деген сөз бір нәрсенің үшін деген мағына. Яғни бұл оразашылар үшін деген мағына береді. Бұл жерде ләмсіз алып келген себебі, ләмсіз алып келетін болса, иә, ләмсіз алып келетін болса, бұл кезде нені білдіреді екен? Оның сөзді толықтырып, кемелдендіріп жатқандығын білдіреді. Яғни бұл жерде әблағ деген сөз, яғни күшейтпелі раймен айту ғой. Оның ішінде нығметтердің көптігінің, иә, және де соған асыға рахаттың болуын, иә, فيكون أبلغ من تشوق إليه. Yani ішінде рахаттың нығметтердің көп болғандығын білдіреді дейді. Және де бұл адамның қызықтыратын нәрселердің бірі. فإذا دخلوا أغلقوا فلم يدخل منه أحد. Егер де адамдар оразашылар кіріп болғаннан кейін ешкім одан кейін кіре алмайды деп. كرر نفي دخول غيره منه تأكيدا. Yani bu жерде فإذا دخلوا أغلقوا فلم يدخلوا. فإذا دخلوا فلم يدخل منهم أحد. Бұл жердегі есігі ішіне олар кіргеннен кейін есігі жабылады деп айтты. Және де одан кейін ешкім кірмейді деп айтты. Бұл жерде ла ядхулу деп айтатын болса, минху деген сөзбен тоқтайтын болса, негізі жеткілікті. Оған ешкім кірмейді деп арқылы. Бірақ ахадун деп айтуы бұл жерде күшейтпелі рай, қысқасы. Күшейтпелі раймен айтады. Бұл жерде нақтылау үшін дейді. قال عز الدين ابن عبد السلام أما تخصيص دخوله الجنة بباب الريان فإنه ميز بذلك الباب لميز عبادتهم وشرفها. Бұл баптан кіруінің себебі, жекеленіп шығуының себебі, олар ораза ұстаушылар оразаны басқа құлшылықтардан не істеді? Қаттырақ жақсы көрді. Қаттырақ сол құлшылықты істей бастады, ұстай бастады. Сол құлшылықты өзгелерден ерекше көріп бастады. Сол себепті оларға ерекше жәннаттағы райян деген есік болды. قال ابن حجر عن ريان қатысты ابن حجر وقعت مناسبة فيه بين لفظه ومعناه لأنه مشتق عن ري وهو مناسب لحالة صاحب وهو مناسب لحال الصائمين. жалпы وقعت مناسبة فيه بين لفظه ومعناه. жалпы сөздің араб тілінде бір сөз айтатын болса, ол сөздің қолданылған сөзінің несі, мағынасы менен сөз қойылған сөздің несі сәйкес болу керек, қысқасы. Мысалға раян деп аталуының себебі не? Мысалға
бұл қай сөзден шыққан? Бұл араб тіліндегі айтады Ибн Хаджар Асқалани, бұл рой деген сөзден шыққан дейді. Рой деген сөзіміз. Рой деген сөзімізде араб тілінде бұл бір жерді сулау деген сөз. Иә, бір жерді сулау деген сөз қысқасы. Бұл енді оразашыл кісілерге сай бір атау болып есептеледі. Яғни сулану деген сөз, яғни бұл жерде шөлін қандыру деген мағынада раян деген иә. قال القرطبي اكتفى بذكر رأي عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزم. قلت أو لكونه أشق على الصائم من الجوع. اكتفي بذكر رأي عن الشبع. Bu yerdeki ra'y sözü rayyan деген кезде ra'y сөзі дейді мысалға шаба деген сөзіміз тою деген сөз, тамақ жеп тою дейді шаба деген сөзіміз иә. لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزم, яғни шөлін қандырған кезде тойып бастайды дейді. Яғни сол себепті рой деген сөз бұл тек қана ішу, сулану, суды шөлін басу деген сөз ғана емес, бұл жерде тоюды да мағынасын береді дейді. قلت أو لكونه أشق على الصائم من الجوع. Немесе су көбінесе оразашы кісілерге ауыр тиетін нәрсе, иә. Ашаққа деген сөзіміз, яғни оразашы кісілерге неге қарағанда, қарын ашқанға қарағанда, иә, шөлдеу басымырақ, яғни шөлдеуге мұқтажырақ, керісінше көп мұқтажырақ дейді. قال القاري الريان إما لأنه بنفسه ريان لكثرة الأنهار الجارية إليه. Birinci İmam Mullah Ali Qari былай деп айтты. Раян деген сөздің түп мағынасы бұл өздігінен ішіндегі, яғни суарушы деп айттық, өзі дұрыс па? Суарушы деген сөз. Сулану деген, су беру деген сөз. Ол өздігінен раян болып есептеледі. Бірінші мағынасы ол жердегі көптеген өзендер ағатындықтан раян деп атаған. Ішіндегі өзендер көптігінен раян деп атаған дейді. Яғни ішінде су көп деген мағына береді. والأسحار أسهار والثمار الطريدة لديه. Және гүлдер, жемістер де көп ішінде. أو لأن من وصل إليه يزول عند العطش يوم القيامة. Енді екінші мағынасы раян деген сөз мағынасы. Егер де кімде-кім сол жәннатқа жететін болса, қиямет күнінде істемейді екен ешқандай шөлдеу сияқты шөлі қыспайды деген сөз қиямет күні. ويدوم له طراوة والنظافة في دار المقامة. сөйтіп ода тазалықпенен шөлі қанған күй болады. قال زركشي الريان فعلا كثير الرأي نقيض العطش سمي به لأنه جزء للصائم على عطشه وجوعه. ريان فعلا كثير الرأي. Bu ne деген сөз? Көп суғару деген сөз. نقيض العطش. نقيض العطش. نقيض العطش деген сөзіміз. Сумия атош сөзінің несі? Қарама қайшысы қысқасы. Сумия бихи лианнаху джуз'ун лиссаим. Жаза лиссаим дейді. Яғни бұлай аталуының себебі бұл оразашыларға берілген сыйапат дейді қысқасы. Аля атошихим ва жуахим, олардың шөлдегендіктеріне және де қарындар ашқандықтарына аталып берілген дейді қысқасы. ليس المراد به المقتصر على شهر رمضان بل ملازمة النوافل من ذلك وكثرتها. Бұл жерде тек қана Рамазан айына қатысты емес. Раян жәннатының есіктері. Именно раян деген кезде Рамазан айын түсінеміз. Әлбетте Рамазан айында
ораза ұстау парыз болады. Иә, бұл тек қана бүткіл адам ораза ұстайды кезде бүткіл нелер мұсылмандар ораза ұстайды. Енді бүткіл оразашылар бүткіл мұсылмандар ораза ұстап жатқан кезінде олардың ішіндегі қалай ерекше ерекше емес екенін анықтаймыз мысалға. Әлбетте барлығы 30 күн ұстап жатыр мысалы. Енді бұл нәрсені басқа уақыттарда да ораза ұстайтын адамдар да айтады дейді. Яғни плюс рамазан айынан плюс тағы да ораза ұстайтындар. على شهر رمضان ملازمة النوافل من ذلك وكثرة يعني одан тыс рамазан айынан тыс нәпілдерді ұстап және оларды көбейткен да қатысты да болады дейді. قال المنهوي في فيض القدير ولا يناقضه أن المجتهد عقب الوضوء تفتح له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء لجواز أن يصرف الله مشيئته ذلك للمتشهد عن دخول باب الرياض إن لم يكن من مكسر الصوم. صار ولا يناقضه نرتجي خير ما هيشمت ده أن متشهد عقب الوضوء намаз ораза дәрет алғаннан кейін калима шахадат қадамия тафтаху лаху абуабул жанна самания оған жәннаттың 8 есігі ашылады деп айтты. Яғни кімде-кім дәрет алғаннан кейін ла иляха иллалла деген калима шахадатты мұхаммад расул деген сөзді айтатын болса оған жәннаттың 8 есігі ашылады деді. يدخل من أيها شاء қалаған есігінен келеді. لجواز أن يصرف الله مشيئته ذلك لمن تشهد عن دخول باب الريان. яғни لجواز أن يصرف الله مشيئته өйткені алла тағаланың қалауын ол не істейді өзгертіп қалауын істейді өзгертіп орнына ذلك للمتشهد яғни оның кәлима шахадат айтқан адамға عن دخول الباب الريان إن لم يكن من مكسر الصوم. مهم. أحسن. ريان يسمى الباب يبعث على الراحة يبعث على الراحة. Райан деп аталуының себебі бұл несе деген рахатты талап ететін нәрселерге рахат берілетін жер. Жақсы. Келесі бізде фадилат сәлиса ашар. 13-ші артықшылық оразаның соуму сабил иля жәннат. Ораза жәннатқа жол. Қала Расулullah пайғамбар айтты. Қала أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه دخل الجنة من مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب. кімде де өмірін аяқтаса өмірді өтетін болса деген сөз. бисиями яумин бір күні ораза ұстап жүріп өтіп кететін болса ораза ұстаған күйі өмірден өтетін болса деген сөз. өмірден оразашы күйінде өтті. немесе аузын ашқаннан кейін бір өмірде өтті. алғашқы ізгілермен бірге озаттармен бірге жәннатқа кіреді деп айтты. немесе ешқандай азап мойнына тиместен жәннатқа кіреді деп айтты. حذيفة رضي الله عنه في حديثه былай деп айтады. قال اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري пайғамбар менің кеудеме қолын қойып тіреді де былай деп айтты. فقال من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. кімде-кім сөзін соңы ла иляха иллаллах болса ол жәннатқа кіреді деп айтты.
وجه الله. Кім Алланың дидарын қалап ораза ұстайтын болса бір күн, خاتم له بها دخل الجنة. сөйтіп өмір өтетін болса, иә, ол кісіге жаңа кіреді деді. فمن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. Кім садақа беріп, садақасын Алланың жүзі үшін, Алланың дидары үшін беретін болса, ختم له بها, сол үшін жәннатқа кіруі міндет болып қалады дейді, жазылады деді. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.